Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен құмырсқаның илеуі, яғни муравейник пісіретін боламыз. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сары майымызға осы шекерімізді салып, кішкене араластырып алғаннан кейін үстіне 3 жұмыртқамызды жарып салып, тағы да араластыратын боламыз. Мен елекке бұл жерде қопсықышты қосып қойғанмын. Осылай електегі ұнымызды аз-аздан қоса отырып, араластырып, осылай кейіннен қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Жұмсақ болып шығады. Міне бізде осындай қамыр дайын болады. Оны біз тоңазытқышқа сала тұрамыз. Тоңазытқышта 2-3 сағат тұрғаннан кейін осылай қамырымызды бөліп сала отырып, осылай ет тартқыштың көмегіменен шығаратын боламыз. Бізде осындай қамырлар пайда болады. Барлық қамырды осылай өткізетін боламыз. Барлығын осылай жайғастырып, пешке салатын боламыз. Міне бізде пештен осылай болып шығады. Оны жай-жаймен алып, біртіндеп бөліп алып, үлкенде отызға салып алатын боламыз. Осылай үлкен ыдысқа салып болғаннан кейін майдалайтын боламыз. Барлығын бір келке етіп майдалау қажет. Одан кейін осылай сгущенкамызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Қыздар дастарханға бір қойғаны жоқ болып кетеді. Шаймен ішкенге де өте жақсы. Осылай барлығын араластырып болғаннан кейін қалаған ыдыстарыңызға салып жасасаңдар болады. Мен пиламен жасаймын, себебі уақыты аз алады. Немесе сіздер кішкене стаканмен жасасаңыздар болады. Міне бізде өте әдемі муравейниктер шығады. Бетін өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен шоколадпен әсемдедім. Қыздар, арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жібек. Мені көргендеріңізге рахмет.